Бәріңе сәлем дейсіңдер, мен Ари. Бүгін біздер достар Крипер туралы 5 факт видео түсіретін боламыз. Достар, 5 факт туралы рубрикамыздың шықпағалы көп уақыт болды, сол үшін достар шығарамыз. Ал достар, ендеше видеомызға кеттік. Факт 1. Крипердің және кәдімгі түрі және де огненный түрі болады. Факт 2. Крипердің спавн ететін жері край, кәдімгі лем және үңгір. Факт 3. Криперді өлтіргенде порк және де сынған диск түседі. Факт 4. Крипер деген негізі моб болмаған, ол негізі баяғы шошқаның түрі болған. Конечно, басында шошқа деген моб пайда болған, бірақ оның түрі дұрыс болмаған соң, оның түрін қазіргі шошқаға айналдырған. Бірақ сосын ол баяғы шошқаның түрі почти крипердің түрі ношқа ұнап, керек десеңіз оны ол Майнкрафттың символына айналғызды. Факт 5. Ол менің көршімнің иті. Ол ит негізі жақсы ит, бірақ ол ит дейтін таза криперден аумайды. Почти крипердің немересі десем де болады. Таза крипер арттан келіп жаратындай, арттан келіп істейді. Оттамай 5-ші фактқа кеттік. Факт 5. Майнкрафттағы әріптер негізі мағынасыз әріптер деп ойлап қалмаңыз. Олар негізі мағыналы және түсінігі бар әріптер.